Барлықтарыңа сәлем достар, мен есімім Альшер Есімжанов болады. Мен жаңа влог бастағалы жатырмын. Қазір кішігірім влог түсіремін. Мен шынымды айтсам бұл видеоның қашан шығатынын да білмеймін. Өйткені мен көптеген видео дайындап жатқан болатынмын. Бұл соның арасында болатын влог болады. Мен қазір жұмысқа әлі уақыт бар менде. Жұмысқа барамын. Қазір мен залға киімдерін дайындап жатырмын. Кешке бізде зал тренировка, жұмыс и сосын зал болады. Hey, Chuck Berry of this rap skit. Styles I mastered, many brothers snatched it up and tried to match it, but I'm still number one, everyday real. Speak what I want, I don't care what y'all feel, cause I'm my own master. Менде автобус кетті. Побежали. Мен жұмысты болдым. Енді қазір залға барамын. Все, енді шығарып барамын. Шоң кеттік енді. Мынау сырт жақ. Remember how you held me then? Now you got me reaching out. And do you see you got me falling in more times than I can get out. Down in the deep of my mind, I cry for you and you're always inside. Down in the deep of my mind, how long do I got to keep you, to keep you? Down in the deep of my mind, I call for you and you're always inside. Down in the deep of my mind,
falling in more times than I can get out. Достар, мен қазір ғана залдан шықтым. Енді все, үйге баратырмын. Керемет тренировка болды. Так, как не видно, как слышно. Бүгін менде болды грудь, руки, қолдар и чуть-чуть спина болды. Неге чуть-чуть қана бір упражнение бердім, өйткені менде спинаны восстанавливать етілген жоқ полностью. Сол үшін пока перетрем болмас үшін пока күтуді жөн көрдім. Чуть-чуть кішкене ғана күш салдым. Я, сол енді керемет көңіл, как всегда, дофамин. Енді тренировкадан кейін кімде қалай білмеймін, но ол солай. Міне күнделікті рутина, күнделікті іс-әрекеттерім, күнделікті шаруам осы жұмыс. Потом менде қазір вторник, четверг и суббота, либо воскресенье күні тренировкада боламын. Жұмыс, потом тренировка барамын. Басқа кездері өзім істеріммен алсам, өзім дамытуға арналған. Жалпы менің рутинім осылай. Бастысы бұндай кезде, бұндай моментте тоқтап қалмау керек. Күн сайын бір нәрсе постоянно қайталана береді. Кейбір адамдар оны сені шаршап кетуі де мүмкін. Ондай нәрсе болады. Бір нәрсе надоедать етіп жібереді. Бірақ біз конечный итогын білеміз ол нәрсені. Мысалы, не үшін постоянно залға бара береді адам. Ол нәрседен шаршауы мүмкін, болады. Бірақ оның не конечный цели, соңғы мақсаты, онда барып жүргендегі мақсаты. Ол физически мықты адам болу. Ол не только андай физически мықты болады, но әрбір қиындықтан, әрбір подход сайын жасалған қиын, сен мышцаны көтере алмай жатады. Если өзіңе заставить етесің, сен кейін көтересің сол весті, мысалы, штанганы, гантельді. Если сол арқылы өзің ментально шыңдайсың, ментально сен одан сайын мықты болады сесің. Мұның бәрі бекер емес, осындай рутина, басы тоқтап қалмау и алға қарай ұмтыла беру керек барынша. Кімде қалай қолынан келіп барынша. Достар, бұл менің кішігірім влогым болды. Мен қазір үйге қайтам, ұйықтаймын и обратно қоянам. Егер видео ұнаған болса, тіркеп қойыңыздар. Мен өте қуанышты боламын бұл нәрсеге. Мен енді қазақша түсіремін. Мен бірақ білмеймін бұның қашан шығатынын. Көріскенше достар.